Короче, бір қазақ семьяда баласы бір күнді тұрыпты да таңертең шай ішіп отырып әке шешесіне айтқан ғой, мен орыс болам деген ғой. Сөйіп кетті, жынды ма, мынау несі? Орыс болам деген несі деп. Жоқ, мен орыс болам депті. Жарайды депті да, сен бір қатырайық депті. Сол күні ет асқан, бешбармақ қылып ет асқан ғой. Ет дайын болып, бәрі дастарханға отырып, жаңағы балада отырады. Жейін деп қолын тартпаса, әкесі қолынан бір ұрады екен. Сол не болды десе, орыстар бешбармақты вилкамен жейді, бар вилка тауып кел деген ғой. Сол ана барады да вилканы тауып келгенше бешбармақтың бәрін жеп қояды ғой. Болды, дым жоқ. Ема дейді ма. Ертесіне палау істейді. Сол барлығы отырып, жаңа палау жейін деп атса, баласы қайтадан қолын созып атса, әкесі қолына бір ұрып жіберіпті да лайын. Ау қайтадан енді не болды десе, орыстар палауды қасықпен жейді, бар қасық алып кел деген. Анау бар қасық алып келсе, қасық тауып алып келсе, палау жоқ дейді. Бала айтады дейді, мына орыс болғаныма 2-ақ күн болды, мына қазақтар бітірді ғой менді. Орыс болғаныма 2 күн болды, мына қазақтар забым шыға жіберді.